Армысыздар. Менің орындайтын күйім Ерке Сылқым күйі. Ерке Сылқым күйі күйші Әбдімомын Желдібаевтың ел арасында кең танылған күйі. Ерке Сылқым күйінің құрметіне 2011 жылы Шу қаласында ескерткіш орнатылды. Күйдің шығу тарихы жөнінде күйші Түркістан газетіне былай деп сұхбат берген. Біз де бүгінгі жастардай бойдақ болдық. Жігіттік өмірді бастан кештік. Ауылдағы топ қызар арасынан жар таңдадық. Бұл күйдің кейіпкері өмірде бар. Қайтейін, тағдыр бізді бір-бірімізбен қоспады. Соңғы рет бәрібір менің саған деген махаббатым ешқашан өшпейтінін айтқан едім. Жас ұлғайып шау тартты демесең, ол ауылда аман есен жүр. Көңіл шіркін қартаймайды екен. Сол махаббатым қыз кезінде қандай еді. Толған айға теңесем де, ашылған гүлге теңесем де сөзбен айтып жеткізе алмайтын секілді болып, сенделіп ұзақ уақыт жүрдім. Ақыры оны тек күйдің жүрек қылын шертетін әуенмен ғана жеткізуге болатынын сездім. Ерке Сылқым күйінің әуенін тапқанша 20 жыл уақытым кетті. Бұл күй барша қазақ қыздары образдарының жиынтығы. Мен соны жеткізуге тырыстым, әрі жігіттік сөзімде тұрдым. Егер махаббатыма деген сезімім жалған болса, қазақ қыздарын өзгелерден артық көрмесем, мұндай күй тумас та, елдің игілігіне айналмас та еді. Әбдімомын Желдібаев.